Мен Машықкер Тлеспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 3-ші сыныпқа арналған көркем еңбек сабағынан жаңа жылдық шеберхана, шаршаға ілетін әшекейлер, таныстыру, талдау және бағалау, білім мен білік қоржыны тақырыбына видеосабақ жүргізетін боламын. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде көркем еңбек сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын менің артымнан мына өлең шумақтарын қайталаймыз. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз. Біз талантты жас ұлан, үлгі аламыз жақсыдан. Жарайсыңдар балалар, дәл осындай керемет көңіл күймен орнымызға отырамыз. Сабағымызды жалғастырайық. Ол үшін қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Жарайсыңдар балалар, өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Жыл мезгілдерін бейнелейміз тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына осы тақырыпты оқып келуге берілген еді. Үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін ауызша жауапқа пікір айту әдісін қолданайық. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын тыңдап болғаннан кейін сендер пікір айтып, толықтырулар енгізесіңдер. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бағалау критериялары берілген. Әрқайсымыз өз-өзімізді жеке-жеке бағалаймыз, және де оны жазып аламыз. Оқушылар, менің сұрағыма жауап беріңдерші. Қандай мерекеде үйге шырша қойылады? Қанеки барлығымыз ойланамыз. Жарайсыңдар, өте керемет. Жаңа жыл мерекесінде үйге шырша қойылады. Жаңа жыл бәріне ұнайтын мереке. Оны көптеген елде, сонымен қатар біздің елімізде де атап өтеді. Әрбір үйге шырша қойылып, оны ойыншықтармен безендіреді. Сыйлықтар сатып алады. Сен де жақындарың мен достарыңа жаңа жылдық ойыншық түрінде сыйлық әзірлей аласың. Олар шыршада өте әдемі көрінеді. Бүгінгі біздің жаңа тақырып осы жаңа жыл мерекесіне байланысты. Жаңа тақырып жаңа жылдық шеберхана, шыршаға ілетін әшекейлер. Бұл сабақта сендер жақындарың мен достарыңа ойыншықтар дайындай аласыңдар. Балалар, мына пішіндердің қалай аталатынын естеріңе түсіріңдерші. Жарайсыңдар, бұл жазық пішіндер. Оларды салуға немесе қағаздан қиып алуға болатынын білесіңдер. Ал мына пішіндер сыртынан қарағанда үшбұрышқа, дөңгелек пен төртбұрышқа ұқсайды. Алайда бұлар көлемді, сондықтан көлемді денелер деп аталады. Осындай пішіндерге ұқсас жаңа жылдық ойыншық жасағың келсе, оны мүсіндеп немесе қағаздан желімдеп жасауға болады. Бұл пішіндерден көптеген ерекше бұйымдар жасай аласыңдар. Айтып кеткендей, бұл пішіндерден әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Ендеше біз жасап көрейік. Барлығымыз қағаздан жасалған шырша жасаймыз. Ол үшін ақ және жасыл түсті қатты қағаз, жай қарындаш, қайшы, желім, жіп пен фольга керек. Жұмыстың ретін мұқият тыңдаймыз. Алдымен қағаз парағын екіге бүкте, ақ және жасыл. Бүктелген тұсына шыршаның жартысының суретін сал. Салынған шыршаның суретін қиып аш, сонда симметриялы бейне шығады. Дәл осындай тағы 3 шыршаны қиып ал. 2 шыршаны беттестіріп, желімде, қалған екеуімен де солай жаса. Ары қарай оларды бір-біріне жабыстыр. Ұқыпты бұл. Жасап болған шыршаны моншақтармен әшекейле. Оны істеу қиын емес. Жіпке арақашықтығын бірдей етіп фольгаларды өткіз. Моншақ дайын. Міне, сонда қардай аппақ немесе жасыл шырша жасайсың. Онымен бөлмеңді безендіріп, жақындарың мен достарыңа сыйлай аласың. Балалар, сендердің шыршаларыңның пішіні қандай?
Ол шырша жазық па, көлемді ме? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бағалау критериялары берілген. Өзімізді бағалап, жазып аламыз. Оқушылар, жарайсыңдар, өте керемет. Шырша жасадық. Ендеше әрі қарай шыршаны безендіретін әшекейлерді жасайық. Бірінші қатар емен жаңғағынан жасалған шар жасайды. Екінші қатар қатырма қағаздан жасалған шар жасайды. Ал үшінші қатар алуан түсті жүрекшелер жасайды. Ол үшін барлығымыз мені мұқият тыңдаймыз. Алдымен бірінші қатар барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Сендер емен жаңғағынан жасалған шар жасайсыңдар. Ол үшін сендерге көлемі шағын шар, емен жаңғағының қалпағы, желім, алтын не күміс түстес бояу, таспа керек болады. Оны жасау үшін біріншіден шарға емен жаңғағының қалпағын жапсыр да, оны әбден кептіріп ал. Екіншіден, алтын не күміс түсті бояуды жақ, таспадан ілмегін жасап, оны желімде. Шар дайын. Қолдарыңнан келеді деген сенімдемін. Іске сәт. Ал енді екінші қатар мені мұқият тыңдаймыз. Сендерге қатырма қағаздан жасалған шар беріледі. Сендерге қажетті заттар: түсті қатырма қағаз, қайшы, желім, таспа немесе жіп. Оны қалай жасау керек екенін білу үшін барлығымыз мені мұқият тыңдаймыз. Біріншіден, біз екі түсті қағаздан 8 бірдей дөңгелек қиып аламыз. Әрқайсысы 4-4-тен. Және де оларды екіге бүктейміз. Екіншіден, бір түсті дөңгелектің жартысын екінші түсті дөңгелектің жартысына желімдеп жабыстырамыз. Мұқият, ұқыпты жасаймыз. Үшіншіден, қалған дөңгелектерді де солай жасаймыз. Соңғы жарты дөңгелектерді бірге желімдейміз. Оған жіп не таспаны өткіземіз. Шырша ілетін әшекей дайын. Жарайсыңдар балалар, барлығымыз мұқият тыңдап алсақ, жұмысымызға кірісеміз. Іске сәт. Ал енді соңғы үшінші қатар барлығымыз маған назар аударамыз. Сендер алуан түсті жүрекшелер әшекейін жасайсыңдар. Сендерге қажет заттар: түрлі түсті қағаз, қайшы, желім, жіп немесе таспа. Ол әшекейді жасаудың ретін білу үшін барлығымыз мені мұқият тыңдаймыз. Біріншіден, түсті қағаздан ені 5 см, ұзындығы 10, 15, 20, 25, 30 см болатын 5 қағаз шолағын қиып аламыз. Әрі қарай қиып алынған қағаздарды екіге бүктейміз. Келесі, қағаз ұштарын бір-біріне желімдейміз. Желімдеп болғаннан кейін жүрекше жасау үшін қағаздың оң жағы мен сол жағын ішке қарай бүктеп, жігіне таспаны желімдейміз. Дәл осылай шыршаға әшекей дайын болады. Балалар, іске сәт. Шыршаға әшекейлеріміз дайын болса, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бағалау критериялары берілген. Әдеттегідей әрқайсымыз өз-өзімізді бағалап, жазып аламыз. Оқушылар, барлығымыз тапсырманы керемет орындап шықтық. Жарайсыңдар. Бұл біздің уақыт бөлімінің соңғы сабағы. Сондықтан әрі қарай бөлімді бекіту сұрақтарына жауап берейік. Уақытты қалай анықтаймыз? Жарайсыңдар. Қандай сағат түрлерін білесіңдер? Күнтізбедегі уақыт қалай есептеледі? Және соңғы сұрақ, жыл мезгілдерін қандай белгілерге қарап анықтауға болады? Сұрақтарға жауап беріп болдық. Енді барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бағалау критерияларын қарап, өзімізге жазып аламыз. Оқушылар, өте жақсы. Әрі қарай жалғастырайық. Ол үшін уақыт бөлімінде өткен тақырыптарға байланысты сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, сызықтық перспектива дегеніміз не? Қане балалар, есімізге түсіреміз.
Екінші сұрақ: сызықтық перспективаның ережелерін айтып бер. Өте керемет. Үшінші сұрақ: күнтізбені қалай жасадыңдар? Жарайсыңдар, балалар. Келесі сұрақ: қандай жаңа жылдық ойыншықтар жасадыңдар? Келесі: жаңа жылдық ойыншықтарды жасау үшін қандай пішінді пайдаландыңдар? Керемет. Және соңғы сұрақ: ол ойыншықтарды кімге сыйлайсың? Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Біз сабақтың басынан бастап барлығымыз бағалау критерияларына назар аударып, өзімізге балдарды жазып отырдық. Енді сол балдарды қорытындылайық. Кім бүгін неше бал алды? Жарайсыңдар. Бүгін көбісі жоғары бал алыпты. Ал кім төмен бал алды? Келесі жолы одан да жақсы сабаққа қатысуға тырысамыз. Ендеше үй жұмысын жазып аламыз. Сендерге үйге тапсырма: оқулықтың 45-ші бетіндегі берілген шыршаны безендіруге арналған әшекейді жасау, яғни бүрлерден әшекей жасау. Оқушылар, сабағымызды аяқтау үшін шыршаны безендіруге арналған шарларды қолданайық. Қызыл шар: сабақ қатты ұнады және барлығы түсінікті болды. Сары шар: маған сабақ ұнады, бірақ мен үлгерген жоқпын. Көк шар: менің ішім пысты және жұмысты орындаған жоқпын. Барлығымыз өзімізге керек шарды таңдап алып, тақтадағы шыршаны безендіреміз. Жарайсыңдар, оқушылар. Бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты болды. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.